Қайырлы күн оқушылар. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуді жалғастырайық. Енді мынандай мысал қарастырайық. X-тің квадраты азайтылған xy қосылған 2y-тің квадраты тең болады 2-ге. X-тің квадраты қосылған 2xy азайтылған 3y-тің квадраты тең болады 3-ге. Жүйенің теңдеулеріне назар аударыңыздар. Бұлар симметриялы теңдеулер. Әдетте бұндай теңдеулер жүйесін шешу үшін біз осы теңдеулерді бір-біріне қосып немесе азайту арқылы біртекті теңдеуге келтіріп аламыз. Енді осы теңдеулердің бос мүшесіне назар аударыңыз. 2 және 3 сандары. Олардың ең кіші ортақ кеселігі 6. Олай болатын болса біз бірінші теңдеуді 3-ке көбейтейік және екінші теңдеуді 2-ге көбейтейік. Сонда мынау жүйені аламыз. 3x-тің квадраты азайтылған 3xy қосылған 6y-тің квадраты тең болады 6-ға. Және екінші теңдеуді 2-ге көбейтетін болсақ, 2x-тің квадраты қосылған 4xy азайтылған 6y-тің квадраты тең болады 6-ға. Енді бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтайық. Сонда 3x-тің квадраты азайтылған 2x-тің квадраты. Азайту 3xy азайтылған 4xy қосу 6y-тің квадраты қосу 6y-тің квадраты тең болады 0 болады. Теңдеуді ықшамдайық. X-тің квадраты азайтылған 7xy қосылған 12y-тің квадраты тең болады 0. Міне осындай біртекті теңдеуге келдік. Бұндай теңдеулерді шешу үшін біз теңдеуді x немесе y айнымалысына бөліп жібереміз. Қазір біз y-ті 0-ге тең емес деп алайық та, теңдеуді y-тің квадратына бөлейік. Сонда x-тің квадраты бөлінген y-тің квадраты азайту 7xy бөлінген y-тің квадраты қосылған 12y квадрат бөлінген y-тің квадраты тең 0 бөлінген y-тің квадраты болады. Бұл теңдеуді біз мына түрде жазаламыз. X бөлінген y-тің квадраты азайтылған 7 көбейтілген. Мынау y пен y квадраты қысқарып кетеді. Сонда x бөлінген y қалады. Қосылған y квадраттар қысқарады 12 тең болады 0-ге. Бұл теңдеу квадраттық теңдеуге келтірілетін теңдеу. Бұлай болатын болса, x бөлінген y-ті басқа бір әріппен белгілеп, яғни жаңа айнымалы енгізейік. Сонда теңдеуіміздің түрі мынандай болады. Z-тің квадраты азайтылған 7z қосылған 12 тең болады 0-ге. Бұл квадрат теңдеудің түбірлері z1 тең болады 3-ге және z2 тең болады 4-ге. Енді бірінші жағдайды қарастырайық. z1 3-ге тең болсын. Онда x бөлінген y 3-ге тең болады. Және берілген теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуін қарастырайық. X квадрат азайтылған xy қосылған 2y-тің квадраты тең болады 2-ге. Міне осы жүйені шешейік. Ол үшін бірінші теңдеуден x-ті y арқылы өрнектейік. X тең болады 3y болады. Осы табылған x-ті екінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қояйық.
Сонда 3y-тің квадраты азайтылған 3y көбейту y қосылған 2y-тің квадраты тең болады 2 болады. 9y-тің квадраты азайтылған 3y-тің квадраты қосылған 2y-тің квадраты тең болады 2. Бұл 9-дан 3-ті азайтсақ 6, оған 2-ні қосатын болсақ 8y-тің квадраты болады екен. Тең болады 2-ге. Y-тің квадратын табайық. 2 бөлінген 8, яғни 2-ні 8-ге бөлсек 4-тен 1 болады. Қандай сандардың квадраты 4-тен 1-ге тең? Яғни y бірінші ол минус 2-ден 1 және y екінші плюс 2-ден 1. Міне осы сандардың квадраты 4-тен 1-ге тең екендігін біз білеміз. Енді y-тің мәндері табылды. Оларға сәйкес x-тің мәндерін табу үшін мынау теңдеудегі y-тің орнына табылған мәндерді әкеліп қояйық. Сонда x бірінші тең болады 3-ті минус 2-ден 1-ге көбейтсек минус 2-ден 3 болады. Және x екінші тең болады. Y-тің орнына 2-ден 1-ді қоятын болсақ 2-ден 3 болады екен. Міне бұл жағдайда біз теңдеудің осындай екі шешімін таптық. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Z тең болады 4-ге. Яғни x бөлінген y 4-ге тең. Және теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуін қарастырсақ, x квадрат азайтылған xy қосылған 2y квадрат тең болады 2-ге. Теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші теңдеуден x-ті y арқылы өрнектейік. X тең болады 4y-ге. Осыны екінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қоятын болсақ, онда 4y-тің квадраты, яғни 16y квадрат болады. Азайтылған 4y көбейту y. 4y-тің квадраты қосылған 2y квадрат тең болады 2-ге. Ықшамдап жіберетін болсақ, 16y квадраттан 4y квадратты азайтамыз. 12y квадрат, оған 2y квадратты қоссақ, 14y квадрат болады. Тең болады 2-ге. Осыдан y-тің квадраты тең болады 2 бөлінген 14, яғни 1 бөлінген 7-ге тең. Енді біз білеміз, қандай сандардың квадраттары 1 бөлінген 7-ге тең. Ол минус 1 бөлінген түбір астында 7 және плюс 1 бөлінген түбір астында 7. Ендеше y-тің үшінші мәні табылады. Минус 1 бөлінген түбір астында 7. Және y4-ші бұл 1 бөлінген түбір асты 7-ге тең болады. Y-тің үшінші және 4-ші мәндері табылды. Осыларға сәйкес x-тің мәндерін табу үшін осы теңдеудегі y-тің орнына табылған мәндерді қояйық. Сонда x үшінші тең болады 4-ті көбейтеміз минус 1 бөлу түбір асты 7-ге. Болады минус 4 бөлінген түбір астында 7. Және x4-ші тең болады плюс 4 бөлінген түбір астында 7-ге. Міне оқушылар, біз берілген теңдеулер жүйесін шештік. Теңдеулер жүйесінің 4 шешімі бар екен. Есептің жауабын жазайық. Минус 3 бөлінген 2, минус 1 бөлінген 2, минус 4 бөлінген түбір асты 7, минус 1 бөлінген түбір асты 7, үш бөлінген 2, 1 бөлінген 2, және 4 бөлінген түбір асты
7, 1 бөлінген түбір асты 7. Міне оқушылар, біз бүгін осындай теңдеулер жүйесін шешуді үйрендік. Енді үйге мынау тапсырмаларды алыңыздар, өз беттеріңізбен осы есептерді шығарып көріңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.